Әңгіме Ким есімді орта мектеп оқушысынан басталады. Ол әрқашан өзінің тамаша бағалары үшін бәріне тәнті болатын. Сырттай қарағанда, оның жетістіктері оңай болып көрінді. Бірақ шын мәнінде Кимнің өмірі үнемі шиеленіске толы болды. Мектептен және қосымша сабақтардан кейін әкесі оны түннің бір уағына дейін бақылап отырды. Сынға алу мүмкіндігін ешқашан жіберіп алмаңыз. Бір қателік ауыр жазаға әкелуі мүмкін. Ал дұрыс жауап сирек кездесетін нәзік сипауға немесе үнсіз мақтауға лайық болды. Стресс Кимнің санасына баяу әсер етті. Ол кейде анасының дәрі-дәрмегін қолданып көруді ойлайтын, бірақ ол не болып жатқанын ақырын сұраған сайын ол сөйлей алмайтын. Әр кеш сайын тұншығу сезімі оны басып қалды. Ал Кимнің жалғыз жұбанышы оның ескі музыкалық ойнатқышы болды. Сондықтан ол ешқашан құлаққапты шешпеді. Ол толық түсінбеген себептермен әкесі оны басқа мектепке ауыстырды. Оның жаңа сынып жетекшісі Кимнің ерекше үлгерімін көргенде, ол сенбей күлді. Бірақ мақтау Кимнің көзіне түспеді. Ол күні бойы робот сияқты дерлік қозғалып, күйзеліске ұшырап, алыстап кетті. Мұғалім оны сыныпқа таныстырған кезде, кешігіп келген Юнки есімді оқушы сыныпқа тыныш кіріп кетті. Ол үшін ол мұғалімнен қысқа ғана тітіркенген сөгіс алды. Ким отыра салысымен сынып жетекшісі кішкене қағаздарды таратып, сыныпқа болашақта кім болғысы келетінін жазуды тапсырды. Бұл оларға келесі күнге дейін оны таныстыруға уақыт берді. Сол күні кешке Ким жұмыс үстеліндегі қағазға қарап, әкесінің дәрігер болуды армандағанын сабырмен жазып алды. Бірақ бұл оның қалаған нәрсесі емес еді. Ол сұрақ қоймады, өйткені оның пікірі маңызды болмайтынын бұрыннан білетін. Келесі күні таңертең Ким сыныпқа кіріп, Чой Хон Ил мен оның тобының басқа оқушыны аяусыз ұрып, соғып жатқанын көрді. Бұл оған ешқандай қатысы жоқ болғандықтан, Ким жайбарақат орнына отырып, дәптерін ашты. Дүрбелең кезінде Хон Ирдің ізбасарларының бірі кездейсоқ Кимнің музыкалық ойнатқышын еденге түсіріп алды. Ким оны қолына алған кезде Хон Ирдің баланы қайта-қайта ұрып жатқанын көрді. Ал әкесінің қатал тәртібі туралы естеліктер оның басынан өтті. Есеңгіреп қалған Ким кенеттен Хон Ирге айқайлап, бүкіл сыныпты дүр сілкіндірді. Аудармашы студенттің оған қарсы шығуға батылы барғанына ашуланған Хон Ир Кимді қатты теуіп жіберді. Оған ешкім көмектеспеді. Төбелес сабаққа қоңырау соғылған кезде ғана тоқтады. Сабақтан кейін Хон Ил мен оның тобы Кимді бұрышқа бұрып, ақша талап етті. Ким әмиянын суырып алғанда, Хон Ил оны ұстап алып, ішіндегі қолма-қол ақшаны байқап, Ким келді деп ойлады. Ол ауқатты отбасынан шыққан. Оны одан сайын қорлау үшін Хон Ил Кимді телефонынан нөмірін сақтауға мәжбүр етті. Хон Ил Кимге оның мәтіндеріне 10 секунд ішінде жауап беруді бұйырды. Тіпті 1 секундқа кешігіп қалу соққыға әкелуі мүмкін екенін ескертті. Кейінірек Хон Ил бұл туралы Сонг Джунға мақтанышпен айтты. Бірақ Сонг Джун Кимнің қорықпағанын байқады. Кимнің жүзі сабырлы және бос қалды. Хон Ир Кимнің іштей қорқатын болуы керек деп сендірді және оның үстінен билік бар деп ойлап, өзін қанағаттанды. Үйде Кимнің өмірі бұрынғыдай болды. Әкесі ол оқып жүргенде қасында тұрып, оны мұқият бақылап отырды. Қатты қысымның салдарынан Ким ұйықтар алдында қайтадан жарақат алды. Келесі күні таңертең мектепке бара жатқанда, әкесі оған келесі сынақ нәтижесі түсіп кетсе, оны Серем мектебінің орта мектебіне ауыстыратынын ескертті. Серуендеу кезінде Ким Хон Ирден сыныпқа нан сатып алуды сұрап, хабарлама алды. Ким оны елемей, телефонын өшіріп тастады. Ол мектепке келгенде Хон Ир нан туралы сұрады. Ал Ким үнсіз ұмытып кеткенін айтты. Кимнің жайбарақат сөйлегеніне ашуланған Хон Ир құлаққапты шешіп алды. Ол Кимнің музыкалық ойнатқышын байқап қалып, оған қызығушылық танытып, қазір ол менікі екенін айтты. Ким онымен ажырасудан бас тартты. Ол бір қадам алға басып, бұл оның үшін маңызды екенін айтып, оны қайтаруды өтінді. Хон Ир күліп, оны жынды деп атады, бірақ Ким бір қадам артқа шегінбеді. Егер ол соққыға жығылса да, ол музыкалық ойнатқышын қайтаруға бел буды. Кимнің қатты сөйлегенін көрген Хон Ир құлаққапты ақырын босатып, оны қайтаратынын айтты. Бірақ Ким алға қадам басқан бойда Хон Ил әдейі қолын ашып, музыкалық ойнатқыш жерге құлап түсті. Ол қатты дыбыспен еденге соғылды. Содан кейін Хон Ил оны басып, Кимге мысқылдай күлімсіреп қарады. Ол тіпті Кимнің басынан ұрып, бұл процесте ауыр сөздер айтты. Бұл соңғы тамшы болды. Ким оған жұдырығын бұлғады, бірақ оның орнына Юнкидің үстелін ұрып, оны есеңгіретіп тастады. Юнки көзілдірігін тез түзетіп, ішке кіргізбеу үшін шетке қарай тартты. Хон Ил достарына сыныптың есігін жауып тастаңдар деп айқайлады да, Кимді қатты теуіп жіберді. Сыныпта хаос болды. Үстелдер төңкеріліп, орындықтар еденге сырғып кетті. Ал басқа оқушылар тек шетте тұрып, қарап тұра алды. Төбелестің ортасында Ким кенеттен басымдыққа ие болды. Ол Хон Ирді жерге құлатып, оның мойнын ұстап,
қолын Хон Ирдің мойнына тіреді. Мұны көрген Хон Ирдің достары араласу керек пе, жоқ па білмей қатып қалды. Юн Ки олардың жолын тыныш жауып тастады. Бұл олардың араласпау керектігін анық көрсетті. Бір сәтке Кимге бақылауды жоғалтып алғалы тұрғандай көрінді, бірақ ол өзін тоқтатуға мәжбүр етті. Ол оны жіберіп алды да, оның әлі де жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін музыкалық ойнатқышын тез алып кетті. Хон Ил әлі де жеңілгенін мойындағысы келмей, орындықты алып, тағы да шабуыл жасамақ болды. Ким одан жалтарып, жауап ретінде 2 рет қатты соққы берді. Хон Ил бұл жолы орнынан тұра алмады. Ким тынысын тыныштандыру үшін құлаққапты қайта киді. Содан кейін ол өз орнына қайта оралып, ешқашан ұрыс керіс болмағандай үй тапсырмасын орындауды жалғастырды. Мектептен кейін Юн Ки Кимді қуып жетіп, оның жауынгерлік шеберлігін жоғары бағалап, Хон Ил мен оның бандасының болған оқиғаны ұмытпайтынын ескертті. Мектепке барар жолда Ким Хон Илді жеңген сәтін үнемі басынан өткізіп отырды. Оның жүзінен сәл ғана өткінші күлкі пайда болды. Ол алаңдап, аялдамасын сағынып қалды. Ол мектепке жеткенше басқа оқушылар емтихан тапсыра бастады. Ким үйге келгенде әкесі оның кешігіп қалғанын бірден байқап, түсініктеме беруді талап етті. Тез түсінген Ким автобуста ұйықтап қалдым деп өтірік айтты. Әкесі оны тест нәтижелері үшін тағы да ұрысуға дайын болып көрінді. Бірақ Ким теледидардың дыбыс деңгейін ақырын көтеріп, оны тоқтатып, Кимге кет деп айтуға мәжбүр етті. Сабаққа дайындал. Ким бөлмесіне кіре салысымен сол жерде үлкен ағасын көріп таң қалды. Ағасы оған музыкалық ойнатқышты беріп, оны шын жүректен тыңдауын айтты. Ким көп нәрсені айтқысы келді, бірақ ол сөйлей алмай тұрып, әкесінің есік алдында аяқ басқан дыбысы оның бұл жай ғана елес екенін түсінді. Өз ақылымен жасалған қысқаша жұбаныш. Келесі күні таңертең Хон Ил мен оның тобы мектепте Киммен тағы да бетпе-бет келді. Ол оларды көргенде алдымен кешірім сұрамақ болды, бірақ Хон Ил оны кешіруден бас тартты. Кейінірек, үзіліс кезінде Ким дәретханада болған кезде Сун Джун кенеттен пайда болып, оны тепкілеп, қалғандарының бәріне кетуді бұйырды. Қорқып қалған оқушылар тез сыртқа жүгіріп шықты, бірақ Юн Ки қарап тұрды. Содан кейін Сонг Джун Кимнің алдынан тұрып, оның жолын жауып тастады. Сонг Джун Кимнің қасына барып, Хон Ирді менсінбейтіндігі туралы жауап сұрады. Ким сабырлы түрде кешірім сұрағанын және төбелесті бастаған Хон Ир екенін түсіндірді. Ол сөзін аяқтамай тұрып, жекпе-жек өнеріне машықтанған Сун Джун Кимнің бетіне қатты соққы беріп, оны жарақаттады. Содан кейін Сун Джун Кимге тізе бүгіп, кешірім сұрауды бұйырды. Сыныптағы ауа шиеленісіп, сынып жетекшісі кенеттен кіргенше қатты болды. Басында ол кейбір оқушылар темекі шегу үшін сол жерге тығылды деп ойлады, бірақ Кимнің жарақат алғанын байқаған кезде оның жүзі өзгерді. Ол Юн Киге Кимді дереу ауруханаға апаруын айтты. Содан кейін ашуын Сонг Джунға ауыстырды. Мұғалім оны ауыстырылған жаңа оқушыға шабуыл жасағаны үшін қатты сөгіп, оны ақымақ және тәрбиесіз деп атады. Ол тіпті Сонг Джунды мазақ етіп, оған дұрыс үйрететін анасы жоқ болуы керек деп айтты. Мұны естіген Сонг Джун ашуын әрең басып, жұдырығын түйді. Кейінірек сыныпта Юн Ки Кимнің қасында қалып, оған кеңес берді. Оның айтуынша, егер Ким Сонг Джунмен тағы бір рет төбелесетін болса, ол соққылармен алмасудан аулақ болып, оның орнына ұстап алуға тырысуы керек. Өйткені бұл оның жеңіске жетудегі жалғыз мүмкіндігі болады. Бірақ Кимнің ешкіммен ұрысқысы келмеді. Ол Юн Киге онымен сөйлесуді доғар деп нық айтты да, енді қиындыққа тап болмауға бел буып кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін Ким жуынатын бөлмеден оралып, музыкалық ойнатқышының жоғалып кеткенін білді. Хон Ил оған қоңырау шалып, Кимнің кездесу орнына келіп, оны алып кетуін талап етті. Юн Ки Кимнің кетіп бара жатқанын көріп, сөмкесін көтеріп, ақырын соңынан ерді. Олар келгенде Сонг Джун Кимді ұрып соғып, музыкалық ойнатқышын қайтарып алмай тұрып, төбелесуін талап етті. Ким төбелескісі келмеді, бірақ Сонг Джун оған бірден шабуыл жасап, оның басы айналып кетті. Ким құлықсыз сөмкесін түсіріп, өзін қорғай бастады. Алғашында оның жағдайы нашар екені анық, әр соққысы оны құлатып жіберді. Соған қарамастан, ол құлаған сайын тез аяғынан тұрып, Сонг Джунды таң қалдырған төзімділігін көрсетті. Өткір ақыл ойы бар Ким Сонг Джунның шабуылдарының жылдамдығы мен сипатын талдай бастады. Айлакер қимылды қолдана отырып, ол Сан Джун күтпеген соққыны тойтарып, оны тепе-теңдіктен шығарған соққыны қайтарды. Сан Джун ашуланып, ашулы соққыларын жалғастыра берді. Ал Ким Юн Кидің кеңесін есіне алды. Жеңіске жету үшін ол жекпе-жекке толық қатысуы керек еді. Мүмкіндікті пайдаланып, Ким алға ұмтылып, Сан Джунды ұстап алып, оны баспалдаққа қарай итеріп жіберді. Төбелестің салдарынан екеуі де жерге құлап түсті. Бақытымызға орай, Ким аман есен қалды. Бірақ Сонг Джун аяғын жарақаттаған сияқты. Ким бір секундқа да қымсынбады. Ол Сонг Джунды жерде ұстап тұрып, аяғынан бірнеше рет ұрды. Ал Сонг Джун қалпына келе алмай,
басын ғана жауып алды. Ким Сонг Джунның аяғында жатқанына қадала қарады. Ол тағы бір рет ұрғанда, оның бетіне ашулы қарғыс жазылған. Сонг Джунның жеңілгеніне куә болған Хон Ил қорқыныштан дірілдеп, Кимге жын көргендей көзін жұмды. Ким музыкалық ойнатқышты өзіне қайтару туралы белгі бергенде, Хон Илдің бұл талапты орындаудан басқа амалы қалмады. Оқиға орнынан шыққаннан кейін Ким денесіндегі қанды жуу үшін жуынатын бөлмеге жүгірді. Осы уақытта Юн Ки төбелеске түсініктеме беріп, жақын жерде не болып жатқанын бақылап отырды. Ким кенеттен Юн Ки оған неге көмектескенін сұрады. Юн Ки үндемеді. Сосын бұл қызыққандықтан шығар деді. Кимді алғаш көрген сәттен-ақ оның табиғатынан шебер күрескер екенін түсінді. Осы кезде Кимнің телефонына Соудан оның қосымша сабақтары басталып кеткенін еске салатын хабарлама келді. Үрейленіп, Ким Юн Кидің көйлегін қарызға алды. Шұғылдықты түсінген Юн Ки оны кейінірек жууды ұсынды. Тіпті Кимге бетін жабу үшін бір бөтелке тоналды крем берді. Оның бетінде көгерген жерлер бар. Келесі күні орта мектеп оқушылары Сун Чунның тобын шақырды. Сун Чунның ақымақ деп аталатын жігіттен жеңілгені туралы хабар оларды қатты шатастырды. Орта мектеп оқушыларының бірі Ли Хюк Сун Чунды ұстап алып, оған көбірек соққы беру жеңіске кепілдік бермейді деп ұрсады. Оның айтуынша, Сун Чунға жекпе-жекті тоқтату үшін Кимнің басына кірпіш сындыру жеткілікті болды. Ли Хюк Сун Чунның тобына Кимді жеңудің жолын табуды бұйырды. Ли Хюктың қысымын сезінген Сун Чун қауіпті тәуекелге бел буды. Ол Кимнің мектептен кетуін күтті. Содан кейін мотоциклмен оның қасына келді. Олар басқалардан біршама алыстап кеткен бойда, Сан Джун Кимнің басының артқы жағына ағаш таяқпен ұрды. Күтпеген шабуыл Юн Киді есеңгіретіп тастады. Ол бірден Кимнің жағдайын тексерді. Кимнің мойнынан қан ағып жатыр. Ал Юн Ки жедел жәрдем шақырғысы келді. Бірақ Ким оны тоқтатып, ата-анасына хабар бермеді. Содан кейін Ким есінен танып қалды. Есінен танып, марқұм ағасы туралы естеліктер пайда болды. Ол анасының өлгенше жылағанын есіне алды. Менің көз жасым қалмады. Ақыры Ким есін жиған кезде Юн Ки оны ауруханаға апарып үлгерді. Иве инені елемей, Ким өзінің репетиторлық орталығына бару керек екенін айтты. Юн Ки оны тоқтатуға тырысты, бірақ дәл осы кезде Кимнің ата-анасы келді. Олар жараланған ұлын көріп таңғалды. Мазасызданып, не болғанын сұрады. Ким қалай түсіндірерін білмеді. Сондықтан Юн Ки тез арада араласып, Кимнің көптеген оқушылар бұрын тайып кеткен баспалдақтан құлап кеткенін айтты. Сотай Юн Киге мұқият қарап, оның бағалары туралы сұрады. Ұялған Юн Ки өте жақсы оқымағанын мойындады. Наразы Сотай оған өткір көзқараспен қарады. Бірақ Юн Ки тез кешірім сұрап, жағдай одан әрі ушығып кетпес бұрын кетіп қалды. Юн Ки кеткеннен кейін Ким ата-анасынан кешірім сұрай берді. Оның дауысы мазасыздықтан шиеленісе түсті. Сотай оған мұқият қарап, абай болуды, өзіне зиян келтірмеуді және ауырмауды ескертті. Дабин жақын жерде аурухана дәлізінде отырды. Науқас өтіп бара жатқанда, бұл көрініс оны есеңгіретіп тастады. Марқұм ұлы туралы естеліктер оның кеудесін басып, тыныс алуын қиындатты. Оның азап шеккенін көрген Сун Чун оның жағдайын тексеру үшін жақындады. Оны Кимге қонаққа келген досы деп қателескеннен кейін, ол оның кім екенін түсінбей сөйлей бастады. Сонг Джун оны түзетпеуді жөн көрді. Ол Кимнің қауіпсіз екенін растаған кезде тыныш жеңілдеп қалды. Бірақ ол бұрын тым қатал болдымы деп алаңдады. Дабинг оны Кимнің бөлмесіне апармақ болды. Бірақ Сонг Джун қандай да бір сылтаумен орнында қалды. Сонда ғана ол оның бетіндегі сызаттар мен ісінуді байқап, оны емдеуін өтінді. Оның сөздері Сонг Джунға өз анасының оны осы күйде көргенде қалай үрейленетінін еске салып, оны кінәлі және мазасыз сезінді. Ол қашып кетпес бұрын Дабиннен кешірім сұрап, тез күбірледі. Кейінірек үйде Дабин Кимге демалу үшін мектептен бір күн демалуды ұсынды. Бірақ ол артта қалудан қорқып, бас тартты. Уайымдап, оған қоңырау шалып, болған оқиғаға оны кінәлап жатыр ма деп ақырын сұрады. Дабин сөйлесу үшін оған жақындады, бірақ ол жаттығу керек деп басын шайқап, жатын бөлмесіне қарай беттеді. Келесі күні таңертең Сан Джун оны дәлізде күтіп тұрды. Ким оған сабырлы түрде жақындап, оның бұрынғы лас тактикасына еш жамандық жасамайтынын түсіндірді. Ол үшін бәрі бітті. Сонг Джун Кимге бұдан былай тыныш болуды және назар аудармауды ескертті. Ол әлі де жағдайды өз бетімен шеше алмайтынын және мұны істеп қойғанын мойындады. Ли Хюк маған сөгіс берді. Ол Ли Хекке Кимнің бұдан былай қиындық тудырмайтынына сендірді, бірақ Ли Хек оны қабылдаудан бас тартты. Ол Сонг Джунға оны Кимге апаруды бұйырды. Сонг Джун жауап бермей тұрып, Хон Ил оны тез алға жетеледі. Жағдайдың ушығып бара жатқанын көрген Юн Ки Кимге асығып барып, кез келген төбелес туралы сынып жетекшісіне хабарлау керектігін еске салды. Ли Хюк екеуіне де аяусыз қарап, онымен төбеде кездесуді талап етті. Ол жерде болғаннан кейін, ол бамбук қылышын Кимге нұсқап, неге оны мазақ еткісі келетінін сұрады. Ким жай ғана басын иіп, кешірім сұрады. Бәрі үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, Ли Хюктен Юн Киді кешіруін өтінді. Ли Хюк Кимнің басқа біреудің атынан сөйлейтініне таңғалды, бірақ ақыры келісіп,
Юн Киге шетке кетуді бұйырды. Дегенмен, ол Хон Эйр мен Сонг Джунға қатысты істердің әлі аяқталмағанын және оларды жай ғана жібермейтінін анық айтты. Кимге ауыр жаза тағайындалды. Содан кейін Ли Хюк Сун Джунға шабуыл жасауды бұйырмас бұрын Кимнен кешірім сұрауға мәжбүр етіп, Сун Джунды шақырды. Айналасындағылар не болып жатқанын бақылап, тамашадан ләззат алып күлді. Бірақ уақыт өтіп, Сун Джун екішті болған сайын, Ли Хюктің ашуы одан сайын күшейе түсті. Ол Сун Джунның аяғына қатты соққы берді. Содан кейін оған бамбук қылышын сермеді. Ли Хюк неғұрлым қатты соқса, соғұрлым жиналғандар әр соққыны қуана қарсы алды. Сонг Джунның тістерін қайрап, жазасын алып жатқанын көріп, Ким бұдан былай шетте қала алмады. Ол алға басып, бамбук қылышын алды. Юн Киге бұрылып, ол Ли Хюкпен қарым-қатынас жасасаңыз, тағы қанша тәртіп бұзушы келетінін сұрады. Юн Ки олардың екеуі ғана қалды деп жауап берді. Олармен күресу арқылы төбелесті тоқтата алатынына сенімді болған Ким бамбук қылышын шетке лақтырып жіберді. Онсыз Ли Хюк енді қорқынышты емес, тағы бір шәкірт болды. Ким оған тікелей шабуыл жасап, Ли Хюкті қорғанысқа мәжбүрледі. Төбелес кезінде Ли Хюк тағы да бамбук қылышын алып, оны әлде қайда қауіпті етті. Ол Кимді қатты күшпен ұрып, оны құлатып, бамбук қылышының ұшын мойнына қысып, қорқыныштың шын мәнінде не екенін түсінетінін сұрады. Тұншықтырғыш шиеленіс Кимнің үмітсіздік пен қорқыныштан өзін ренжіткен түндері туралы естеліктерді қайтарды. Оның айналасындағы адамдар Ли Хюкпен амандасып, хаосты күшейтті. Кенет Сонг Джун алға басып, Ли Хюкті шетке итеріп жіберді. Бұл күтпеген қимыл барлығын есеңгіретіп тастады. Студенттер ішке кіруге тырысты, бірақ Ли Хюк оларды шегінуге шақырды. Бұл Ким мен оның арасындағы жекпе-жек болды. Ким бамбук қылышының Ли Хюктің артықшылығы екенін білді. Сондықтан ол оны қарусыздандыруға назар аударды. Бірнеше соққыдан кейін Ким ақыры қылышын алып, оны шетке лақтырып жіберді де Ли Хюкті дүр сілкіндірген жылдам соққылар сериясын жасады. Соңғы соққы оны нокаутқа жіберіп, ұшуға жіберді. Содан кейін Ким бамбук қылышын алып, оны екіге бөліп, төбелесті аяқтады. Ентігіп, Ким аспанға қарады. Өйткені олардың басынан ұшақ ұшып кетті. Ол қолын жуып жатқанда, Юн Киден қалған тәртіп бұзушылардың аты жөнін сұрады. Юн Ки тез жауап берді. Сун Кун мен Джуну, екеуі де 12 сынып оқушылары. Сыныпқа қайтып келе жатқанда, Ким төбелестің салдарын әлі де сезініп, аяғын әрең қозғады. Осы кезде жақсы киінген оқушы оған көмектесу үшін алға шықты. Ким жауап бермей тұрып, мұғалім оны шақырып алып, оқушыны Сун Кун деп атады. Неліктен мұғалімдер бөлмесіне бармағанын сұрағанда, Сун Кун сабырлы түрде сол жерге барар алдында аяғы жарақаттанған курстасына көмектескісі келетінін түсіндірді. Кимге сабаққа қайта оралуға көмектескеннен кейін, Сун Кун оның ақшасы бар жоғын сұрап, игі іспен айналысамын деп қалжыңдады. Ол шөлдейді. Ким мұны толық түсінбеді, бірақ ол әлі де қолма-қол ақша берді. Кейінірек репетиторлық орталықта Ким тест тапсырды. Алдыңғы емтихандағы үлгерімі нашар болғандықтан, ол орта сыныпқа ауыстырылды. Ол сұрақтарды шешіп жатқанда, оның ойлары үнемі төбелеске қайта оралып, зейінін шоғырландыруды қиындатты. Жұмысты тапсыру уақыты келгенде, ол 94 ұпай жинады. Бұл сыныптағы ең жақсы нәтиже емес, ал мұғалім бұл үшін оны мазақ етпеуге қарсы тұра алмады. Қосымша сабақты бітіргеннен кейін Ким Сын Күнмен және оның тобымен бетпе-бет келді. Ол оларды бірден танып, текетіресті күтіп, шиеленісе түсті. Бірақ Сон Кун оны таңғалдырды. Ол бүгін төбелес іздеген жоқ. Ол жай ғана сөйлескісі келді. Осы кезде Кимнің әкесі оны алып кетуге келді. Көлікте ол топ туралы сұрады. Ал Ким оның киген мектеп формасына байланысты оған хабарласқанын тез түсіндірді. Оның әкесі бір қарағанда олардың тәртіп бұзушылар екенін айтып, Кимнің олармен араласқанын қаламайтынын анық айтты. Ол Кимге шынайы күш тек уақытша билік емес, ол ұзақ мерзімді билік екенін, оған лайық және бақыланатынын еске салды. Кимнің әкесі оның назарын тек уақытша билікке емес, ұзақ мерзімді күш құруға аударғанын қалады. Үйге қайтып бара жатқанда Ким олардың әдеттегі бағытта емес екенін түсініп, қайда бара жатқанын сұрады. Әкесі олардың демалыс күндері атасына қонаққа баратындарын түсіндірді. Ал бұл арада отбасының танысы Кимге костюм тігеді. Олардың әңгімесі кезінде тігінші Кимнің үлкен ағасы туралы сұрады. Бір таңқаларлығы, Кимнің әкесі үлкен ұлының өлімі туралы шындықты жасырып, күлімсіреп, ұлының жағдайы жақсы екенін айтты. Келесі күні мектепте Ким сынып есігінде күтіп тұрған Сун Кун мен Джуноны байқады. Сун Кун Кимнің артынан өз орнына келді де сабырлы түрде ұрысқысы келмейтінін айтты. Ол Кимді қызық көрді және онымен ойнағысы келді. Сун Кунның сыныптан тыс басқа оқушыларға бір қарауы оларды кіргізбеу үшін жеткілікті болды. Бұл бәрін басқаратын адамның аурасы, билеушінің қатысуы еді. Бірақ Ким қорқытуға мән бермеді. Ол Сун Кунды өзінің шын мәнінде кім екенін,
бұзақы ретінде көрді. Сон Кун Кимнің жұмыстан шығарылғанына күлді. Ол орнынан тұрып, бөтелкесінен үлкен жұтым Кока-коланы алып, қалғанын Кимнің басына төгіп тастады. Ким кері соққы беруге дайын болды. Бірақ Юн Ки оған сабыр сақтап, импульсивті әрекет етпеу үшін нәзік түрде айтты. Мектептен кейін Кимнің бүкіл отбасы атасының туған күнін тойлауға аттанды. Кимнің ата-анасына көңіл бөлудің орнына атасы Кимді тікелей мерекелік дастарханға апарды. Ву отбасында бәрі дәстүрлі түрде дәрігер болды. Тек Сотайдан басқа, ол басқа жолды таңдады. Бұл Кимнің атасына ұнамады. Тіпті Кимді басқа мектепке ауыстыру туралы ой оны ренжітті. Ким жаңа мектепті шынымен жақсы көретінін мойындағаннан кейін ғана атасы шағымдануды тоқтатты. Банкет біткен соң, атасы Кимді бөлмесіне апарып, оған бір стақан шарап құйып берді. Ким оның әлі кәмелетке толмағанын еске салып, бас тартты, бірақ бұл оның атасын одан сайын ренжітті. Әкесімен салыстырғанда атасы одан да қатал әрі үстем болатын. Ким құлықсыз стаканды алып, ішіп алды. Сотай бизнестегі мансабын бастағаннан бері атасы оны қолдап келеді, және оның бір ғана сөзі Сотайдың бәрін тоқтатуына себеп болуы мүмкін. Оның атасы Кимге өмірде табысқа жетуді қалайтындар қиындықтарға төтеп беру керек екенін түсіндірді. Оның әкесі мен ағасы қиындықтарды жеңу үшін күресіп жатқанда, Ким одан да көп шыдауды үйрену керек. Тек төзімділіктің арқасында сіз шынайы күшке ие бола аласыз. Ол Кимге ескі мектебіне оралып, өмірде жоғары деңгейге көтерілу үшін бәсекеге қабілетті ортаға түсуге кеңес берді. Оның үстіне Кимнің үлкен ағасы да осы мектепте оқыған. Ким атасына бір қарап, оның қазіргі мектебі оған көбірек ұнайтынын мойындады. Ескі мектепке қайта оралу ол үшін өлім жазасына кесілгенмен бірдей болды. Оның атасы мұндай адалдықты күтпеген және Сотай Кимді бүлдірді деп сенген. Атасының бөлмесінен шығып бара жатып, Ким үлкен ағасының көл жағасындағы көрінісін көрді. Ол абайсызда суға құлап кеткенше өз ойына батып, оған қарай беттеді. Дүрбелең басталып, бәрі оның атын айқайлай бастады. Сондықтан Тай оны тез арада қауіпсіз жерге сүйреп апарды. Атасының Кимге алкоголь бергенін білген, Дабин келіспейтінін білдірді. Бірақ атасы еш кедергісіз қалды. Оның ойынша, ұлын мықты етіп тәрбиелеу керек. Ол Кимнің ата-анасы балаларын дұрыс басқара алмайтындай әлсіз деп есептеді, және бұл әлсіздік Кимнің үлкен ағасының жастай қайтыс болуына себеп болды. Шиеленісті атмосфераны көрген Кимнің ағасы әкесіне бөлмеге қайтуға ақырын кеңес берді. Келесі күні Ким Сон Кунмен бетпе-бет кездескісі келді, бірақ Юн Ки оны тоқтатты. Ол Кимді аяғының толық жазылуын күтуге көндірді, бірақ Ким бас тартты. Ол енді ешкімге бас игісі келмеді және бұл туралы ойлау оны ұятқа қалдырды. Шешімді Ким Сон Кунның сыныбына кіріп, оның Кока-коланы абайсызда ішіп жатқанын көрді. Әрі қарай не болатынына дайын. Сон Кун сыныптастарына сабақтан кетуді бұйырды. Содан кейін Кимге бір бөтелке Кока-кола ұсынды. Барлығы Кимнің бас тартуын күтті, бірақ оның орнына ол оны ұстап алып, Сон Кунның басына сода құйды. Таңданған Сон Кун сусынның қалдықтарын ұстау үшін басын артқа еңкейтіп, күліп жіберді. Ким дәл осы жерде бәрін реттегісі келді. Ал Сон Кун қақтығысты сыртқа шығаруды жөн көрді. Сон Кун кетуге бұрылғанда, Ким оған бос бөтелкені лақтырып жіберіп, оны таң қалдырды. Жағдай одан әрі ушығып кетпес бұрын, мұғалім келіп, төбелесті тоқтатты. Ол Сон Кунға сыныптастарын енді сыныптан қуып жібермеуді ескертті. Сон Кун құлықсыз мойын сұнып, мұғалім кетіп бара жатқанда орнында қалды. Содан кейін мұғалім Кимге түскі ас кезінде клубтың кеңсесіне келуін айтты. Түскі ас кезінде Ким мен Юн Ки Сон Кунды іздеуге шықты. Сон Кун сабырлы түрде Рубиктің текшесін жинап жатыр еді. Содан кейін Кимнен соңғы рет ол жерде ойнағысы келеме, әлде өз өмірін қатерге тіккісі келеме деп сұрады. Ким бас тартты. Ол үйге оралып, оқуын жалғастыру үшін оны тезірек бітіргісі келді. Жауабын естіген соң, Сон Кун достарына Рубик текшесін лақтырып, Кимге қарай жүгірді. Бірнеше соққыдан кейін Ким оны құлатып үлгерді, бірақ Сон Кун басқалардан ерекшеленді. Ол джиу-джитсуға машықтанды. Бұл оны әлдеқайда қауіпті және болжау мүмкін емес етті. Тіпті қолайсыз жағдайда болса да, Ким жағдайды жақсы жаққа өзгертудің жолын тапты. Сон Кун оны өзіне қарай бұрып, қолын өзіне қысып алды. Оның мойнынан ұстаңыз. Кенеттен ауа жетіспеушілігі оның бойында өзін ренжіткен түндері туралы естеліктерді оятты. Сон Кун Кимнің денесін ақсап қалғанша қысып, Кимнің әбден күйзелгеніне сенімді болған кезде ғана оны босатып жіберді. Сон Кунның достары олардың көшбасшысы шектен шығып кетуі мүмкін деп қорқып, қозғалмай жатқан Кимге үрейлене қарады. Олар Киммен жұмыс істегеннен кейін Сон Кун назарын Юн Киге аударды. Ол Юн Киге қызығып, оған өз командасынан орын ұсынды. Оған ең үлкені деп уәде берді. Ұлдар оған қамқор болар еді. Юн Ки ұялшақтығына қарамастан жүзінен айырылғанын қабылдай алмады. Ол жекпе-жекке дайындалып жатқанда көзілдірігін шешіп алды. Осы кезде жерде жатқан Ким тынысын теңестіруге тырысып, орнынан қозғалды. Мұны көрген Сон Кун Юн Киге қозғалмауды бұйырды. Ким бірінші болып келді. Бірнеше жылдам қимылмен Сон Кун Кимнің күшін түсінбегеніне күліп, оны тағы бір рет қысты. Бірақ Ким барлығын таң қалдырды. Ол тұтқаны ауыстырып, Сон Кунды еденге басып,
соққыдан кейін соққы бере бастады. Соққыдан кейін соққы. Жағдайдың өзгеріп жатқанын көріп, Джинсу Сун Кунға көмектесу үшін алға шықты, бірақ Юнки оның араласуына кедергі келтіріп, араласты. Юнки Кимнің назарын Сун Кунға аудару үшін Джинсуға көмектесуге кірісті. Кимнің назарын аударған сәттен кейін Сун Кун оның қолынан босап кетті. Ол Кимге біраз демалып, жекпе-жекті тамашалауды бұйырды. Джинсу мен Юнки арасындағы жекпе-жекті қараңыз. Жекпе-жек тез аяқталып, Юнки жеңіске жетті. Сун Кун балалардың барған сайын қызық болып бара жатқанын байқап, жекпе-жекті жалғастыру туралы белгі берді. Ким мен Сун Кун қайтадан бір-біріне жабысып, бар күшімен бір-біріне қарай ұмтылды. Сун Кун Кимнің қолын сындырғысы келді, бірақ соңғы секундта Ким қарсы тұрды. Қатты соққы беріп, Сун Кунның басы айналып кетті. Осы сәтті пайдаланып, Ким оны бұрын Сун Кун сияқты тұншықтырып өлтірді. Сун Кун есінен танып қалған бойда, Ким жігіттерге оның оқуына енді ешқашан араласпауды ескертті. Сыртқа шығып бара жатып, Ким үстінен ұшып бара жатқан ұшақты байқап қалып, оны бақылау үшін тоқтады. Кимнің үлкен ағасы қайтыс болғаннан бері Дабин қатты күйзеліске ұшырады. Ол әлі де қайғы-қасіреттің ауыртпалығын көтеріп жүр, бірақ ол психологтың көмегіне жүгініп, онымен күресуді үйренді. Ким үшін әлі де күшті болу үшін ауырсынумен күресудің жолдарын табу. Сол күні кешке Ким өзінің сабақтан тыс жұмысына көп көңіл бөлуге тырысты. Оның жұмысын істемейтінін байқаған мұғалім оның басынан ұрды. Әр тигізген сайын Ким дірілдеп, ақыры мұғалімді тоқтату үшін қолын көтерді. Кимнің мойынсұнбағанына таң қалған мұғалім оны ашуланып, сыныптан қуып жіберді. Сотай ашуланып, Кимге ұрысып қалды. Кимнің түсініктемелерін естігенде, ол Кимнің бүлік шығаруға тырысып жатқанына күдіктенді. Соққы беру үшін қолын көтергеннен кейін Сотай екіленіп тоқтады. Оның орнына ол кешірім сұрау үшін репетиторлық орталыққа хабарласатынын айтты және Кимге келесі күні мұғалімнен жеке кешірім сұрауды тапсырды. Әкесі бөлмеден шыққан бойда Ким құлаққапты киіп, төсекке қайта оралып, өзін ренжітті. Үнсіз. Бұл оның тынышталуының жалғыз жолы болды. Біраз уақыттан кейін Юнки оны дуэльге шақырды. Ким Сон Кун және басқалары тағы да қиындыққа тап болды деп ойлап, өзін өзі ұстады. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Юнки оған Кимнің ескі мектептегі бұзақысы, басқаларды азаптаудан ләззат алған атақты оқушы Хан Судың бейнесін көрсеткісі келді. Юнки Кимнің табиғи түрде қарсы тұруға қабілетті екенін түсінді. Сондықтан ол мектептегі бұзақылармен күресу үшін топ құруды ұсынды. Ким тек оқуға көңіл бөлгісі келетінін айтып, бас тартты да кетуге орнынан тұрды. Осы кезде оларға ер студент келіп, Кимге алғысын білдірді. Ким Хон Ирмен бетпе-бет келгеннен кейін, студент бұдан былай қорқытуға ұшырамады. Ким мұны басқа біреу үшін емес, тек өзі үшін жасады. Кимнің ұсынылған су бөтелкесінен бас тартқанын көрген студент біраз абдырап қалды. Юнки келіп, оны алып кетті. Сол күні кешке Сотай медицина университетінің көптеген профессорлармен бірге салтанатты шараға қатысты. Ол алдымен профессорлармен амандасып, оларға үлкен әсер қалдыруды жоспарлаған. Профессорлар да балаларын іс шараға алып келді. Ал Кимнің әкесі олармен қарым-қатынас орнатудың пайдасы бар деп ойлады. Қонақтарды қарсы алу кезінде Ким күтпеген жерден Хан Су есімді жас жігітке тап болды. Бір қарағанда Хан Су сыпайы және ұстамды болып көрінді. Бұл оның бейнедегі баяғы бейқам бұзақы екенін елестетуді қиындатты. Хан Су өте құрметті профессордың ұлы болды. Тіпті мүгедек студенттерді қолдауға арналған жобасы үшін үлкен марапатқа ие болды. Сотай Хан Судың жетістіктерін мақтап жатқанда, Ким мектептегі зорлық-зомбылық тақырыбын кездейсоқ қозғады. Хан Судың күлкісі тез жоғалып кетті. Оның орнына шиеленісті өрнек пайда болды. Оның әкесі мұны жағымсыз қауесет деп қабылдамады. Кимнің адалдығынан ұялған Сотай бірден кешірім сұрап, Кимді сыртқа шығарды. Неліктен бұл туралы айтқанын сұрағанда, Ким бұл қауесет емес екенін түсіндірді. Ол Хан Судың басқа студенттерден ақша бопсалап жатқанын өз көзімен көрді. Сотай Кимге қатал сөгіс айтып, оған дүниенің екі түрлі адамға бөлінетінін еске салды: алатындар және тартып алынатындар. Оның айтуынша өмір қатыгез. Ол Кимді көзқарасын өзгертуге шақырды және ол Кимнің міндеті болу екенін айтып, Хан Судан кешірім сұрады. Талантты. Бұл жолы Ким мойынсұнды. Ол Хан Су сияқты адам болғысы келмеді. Егер әкесі оған тым көп қысым жасаса, ол әкесі, үлкен ағасы сияқты бұзылып қаламын ба деп қорықты. Сотай оны шапалақпен ұрғанда, Ким тағы дауласпады. Ол сабырлы түрде бұрылып, салқынқандылығын жоғалтпауға бел буып кетіп қалды. Кеткеннен кейін Ким ұзақ ойланды. Ақырында ол Хан Суды өзінің қатыгез әрекеті үшін төлеуге мәжбүрлеуді шешіп, Юнкидің үйіне баруды шешті. Келесі күні Хан Су Санг Ходы қорлауды жалғастырды. Бұдан былай шыдай алмаған Санг Хо осының бәрін аяқтауды көздеп, сол түні мектептің төбесіне шықты. Ол енді секірмекші болған кезде, оны қорқыныш билеп, дәрменсіз басын төмен түсіріп, артқа шегінді. Оның құшағында. Көп ұзамай Хан Су мен оның тобы Санг Ходы тауып алып, оны мектеп ауласына сүйреп апарып, оны сөмке ретінде пайдаланды. Олардың күлкілері оның қайғы қасіретіне жаңғырықты. Содан кейін қызыл капюшон киген екі фигура пайда болды: Юнки және Ким. Хан Судың кіші оқушылары олардың кім екенін сұрағанда, Юнки оларды мектептің өкілі ретінде таныстырды. Олар супер қаһармандар. Юнки қарамағындағылармен жұмыс істеп жатқанда, Ким тікелей Хан Суға жүгірді. Тез үйрену арқылы Ким қимылдарға еліктеп,
оларды өзінше жасай алады. Ол Хан Су жекпе-жегі кезінде Сун Чуннан үйренген бокс әдістерін қолданды. Бірақ Хан Су Муай Тайда көп жылдар бойы жаттығып келген керемет күрескер болды. Кимнің төбелесіп жатқанын көрген Юн Ки көмекке жүгірді. Досының жоспарын түсінген Ким бұрылып, қалған кіші шабуылдаушылармен тез арада күресіп, ұрыс даласын таза қалдырды. Юн Ки де Хан Суға ілесу үшін барын салды. Ким қалған қарамағындағылармен жұмыс істегеннен кейін ол Юн Киге үзіліс жасауды бұйырды. Содан кейін Ким өзін Хан Суға лақтырып жіберді. Ол бұзақы есінен танып қалғанша ұрып-соғып, күшті айналмалы соққымен аяқтады. Осыдан кейін Юн Ки Кимге осы сәтті жазу үшін телефонын берді. Юн Ки Хан Су иіліп, кешірім сұрау үшін Сан Хоға телефон соғып, Сан Хоға кешіруді немесе кешірмеуді таңдау мүмкіндігін берді. Юн Ки тіпті Хан Су оған қалай қараса, Сан Хоға да қарсы тұруға шақырды. Ашуланған және жігерленген Сан Хо алға ұмтылып, Хан Суды теуіп жіберді. Бірінші жеңіс Юн Киге де, Кимге де үлкен қуаныш сыйлады. Мерекелеу үшін Юн Ки сусындар сатып алды. Ал Ким Хан Судан кешірім сұраған видеосымен бөлісті. Бір кездері қорқынышты бұзақының осылай қорланғанын көру таң қалдырды. Мерекеден кейін олар тез арада мектеп формасына қайта оралды. Юн Ки киімдерін үйге апарып, кір жууды өз мойнына алды. Ол Кимді кешкі асқа шақырғысы келді, бірақ Ким мектепке бару керек деп бас тартты. Юн Ки ауруханаға Хенте есімді досына қонаққа барар алдында Кимнің кетіп бара жатқанын көңілсіз бақылап отырды. Ол Хан Судың қорлығы туралы айтты, бірақ Хенте үндемеді. Бұрын Хан Су оны қорлағаны анық еді. Келесі күні Ким мен Юн Ки аралық бақылау емтиханын тапсырды. Ким өте зейінді, табысқа жетуге бел байлады. Ал Юн Ки емтиханға кездейсоқ жақындап, жарты жолда ұйықтап қалды. Үзіліс кезінде Ли Хюк Кунның ұлына Кимді ұстап алып, оны тапсыруды тапсырды. Бұл сәтсіздікке ұшырағаны үшін Сонг Джун кешірілмейтінін ескертті. Бірақ қазір Сын Кун бокс жаттығуларына қайта оралғандықтан, ол енді бандамен араласқысы келмеді. Хон Ил көңілі толмай, Кунның ұлын бұл талапты орындауға көндіруге тырысты. Мұны көрген Ким дереу араша түсіп, қаскөйлерге Кунның ұлын бұдан былай мазаламауды ескертті. Хон Ил табандылық танытқысы келді. Бірақ Кимнің қатысуы мен оның күші оның шегінуіне себеп болды. Сын Кун Кимге ойланып қарады. Ол Хон Ил мен оның бандасының бір кездері қарапайым сыныптастары болғанын есіне алды. Бірақ олар жұдырықтарының күшін ашқаннан кейін қатыгез адамдарға айналды. Енді олар бірдей болды. Сонг Кун Кимнің де сол жолмен жүруі мүмкін деп қорықты. Сол күні Гандай есімді жаңа оқушы ауысып, Сонг Кунның сыныбына тағайындалды. Сыныпқа кірген соң Гандай бір бұрышты таңдады. Бұл оның орны еді, бірақ солай болды. Ол Сонг Кунға тиесілі болды. Сын Кун қайтып келіп, оның орнының бос емес екенін көргенде ашуланып, Гандайдың қозғалуын талап етті. Гандай орнынан тұрып, кешірім сұрады және еш қарсылықсыз аз мөлшерде ақша берді. Бірақ оны бермес бұрын Гандай бір нәрсені сұрады. Ол тыныш ортада оқығысы келеді және Сын Кун оған осы тыныштықты сақтауға көмектеседі деп үміттенеді. Сын Кун жаңа оқушының оған шарт қоюға батылы барады деп күтпеген. Ол Гандайдан ай сайын орасан зор $100,000 төлеуді талап етті. Әйтпесе ол төбелеске тап болады. Гандай Сон Кунның соққы беруге дайын екенін көріп, жалтару үшін артқа сүйенді. Оның жекпе-жекке шығуға ниеті жоқ еді. Ал Сон Кун оны қандай жағдай болмасын ұруға бел байлады. Гандай бірнеше шабуылдан жалтарғаннан кейін ақыры өзін қорғауға бел буды. Дәл осы сәтте мұғалім қайтадан пайда болды. Бұл Сон Кунның өз орнына құлықсыз оралуына себеп болды. Үзіліс кезінде Сон Кун барған сайын ренжіп, Ким мен Гандайдың араздасуының жолын ойлай бастады. Хон Ил Сон Кунның жоспарын түсініп, Кимге басқа сыныптан ауысқан жаңа оқушының мектептегі билікті өз қолына алуға тырысып жатқаны туралы ескертуге жүгірді. Ол Кунның ұлын жеңіп үлгерді және келесі жолы Кимге шабуыл жасауы мүмкін. Мұны естіген Ким Гандайды іздеуге шықты. Оның сөзін бөлгеніне ашуланған Гандай Кимді сөйлесу үшін тыныш жерге апарды. Ол түсініспеушілік орын алғанын, ешкіммен төбелеспейтінін және бүгінгі Сон Кунмен қақтығыс тек өзін өзі қорғау екенін түсіндірді. Бірақ ренжіген және шыдамы таусылған Ким кенеттен Гандайға қарай жүгірді. Гандай қорғаныста тез арада бірнеше соққы жасап, Кимді таңқалдырды. Юн Ки Кимнің абайсызда әрекет еткенін көріп, араласуға асықты. Ол Кимге тоқтауын ескертті. Гандай әлдеқайда күшті болды және асығыс араласу жағдайды одан сайын нашарлататын еді. Содан кейін Юн Ки Кимнің атынан Гандайдан кешірім сұрады. Юн Ки Кимнің төбелесуге ниеті жоқ екенін түсіндірді. Ол жаңа шәкірттің қарақшылармен байланысы бар деп болжап, Гандайды дұрыс түсінбеді. Гандай Кимге бұрылып, оны мұқият қарап шықты да, Кимнің әрекеті шынымен де сол бұзақылардан өзгеше ме деп сұрады. Ким тез арада басқаларға зиян келтіргендерді ғана жазалайтынын айтты. Гандай Кимді қызық деп тапты. Ол шын мәнінде адамның жақсы немесе жаман екенін кім шешетінін және Кимнің айналасындағылардың көз алдында
кім екенін, батыр немесе қылмыскер екенін білгісі келді. Ол мәселені жұдырығымен шешуге тырысатындардың жақсы нәтижеге жетуі сирек болатынын түсінді. Кеткеннен кейін Юнки Гандайдың өткені туралы айту мүмкіндігін пайдаланды. Ол оқыған мектеп эксперименталды мектеп деп аталды және зорлық-зомбылыққа бейім оқушылар үшін түзету мекемесі болды. Онда мұғалімдер төбелеске шақырып, оқушыларды күшіне қарай бағалады. Күн сайын оқушылар ең мықтысы анықталып, ең жақсы оқушы кәдімгі мектепке ауыстырылғанша төбелесті. Гандайдың бұл жерге ауысуы оның осы мектепте бастық болғанын білдірді. Юнки Кимге Гандайды арандатудың орнына, оның құрметіне немесе тіпті қолдауына ие болудың жолын тапқан дұрыс деп кеңес берді. Сол кезде Юнки Сонг Кун мен оның тобының Гандайдың соңынан ергенін байқады. Сөмкесін алып, алыстан бақылап тұру үшін олардың артынан жүгірді. Гандай өзінің соңынан еріп келе жатқанын біліп, оларды тығырыққа тіреп, әдейі күтіп тұрды. Оның алдында отырған Сун Кунға көзін жұмбады. Ким тек мектепте тыныш өмір сүргісі келетінін нық қайталады. Бірақ Сун Кун күресуге бел байлады. Оның мақтанышы шегінуден бас тартты. Гандайдың амалы қалмады. Ол Сун Кун мен Джуномен бетпе-бет келуі керек еді. Бүкіл шайқаста Гандай басымдыққа ие болған анық. Сун Кун да, Джуно да жеңіліске ұшыраған кезде олардың соңынан ерген шәкірттері Гандайдың күшінен қорқып, шетке шегінді. Гандай кетпекші болған кезде Юнки оның артынан жүгіріп келіп, қайта шақырды. Ол жақында төбесіндегі түсініспеушілік үшін тағы бір рет кешірім сұрады да, телефонын көтеріп, Гандайдың төбелесін жазып алғанын айтты. Юнкидің оны әшкерелеуге ниеті жоқ еді. Ол жай ғана Гандайға өзінің жақсылығы үшін қарыздар екенін еске салғысы келді. Бір кезде Юнки Гандай оған жауап ретінде көмектеседі деп үміттенген. Сол түні Ким үйіне оралды да бірден әкесінен сөгіс алды. Нашар аралық нәтижелер және мектепке қайта-қайта кешігіп келу Сотайдың ашуын туғызды. Сотай соққы беру үшін қолын көтерген бойда Дабин араша түсіп, одан зорлық-зомбылықты тоқтатуды өтінді. Ол қатаң тәртіп Кимді депрессияға түсіруі мүмкін екенін ескертті. Осы уақытта ескі көпірдің астында Дуан есімді қарақшы артық салмағы бар екі сыныптасын ақша талап етіп зорлап жатқан. Олар жоқ кезде Дуан оларға шабуыл жасады. Кенет қызыл бетперде киген екі жас жігіт пайда болды. Юнки сыныптастарына кетуге белгі берді, бірақ олар бұл көріністі түсіру үшін артта қалды. Қызу күрестен кейін Дуанның тобы жеңіліске ұшырады. Бірақ Дуан берілуден бас тартып, сабырлы түрде таяғын алып, Кимге қарай ұмтылды. Ким ашуланып, Дуанды ұра берді. Оны көргенде оған ескі, қатыгез естеліктер қайта оралды және әрбір соққы оның ішіндегі эмоцияларды босатқандай болды. Әр соққы сайын Ким шиеленісіп, зейінін шоғырландыра түсті. Алдымен Юнки Кимнің бақылауында деп қол шапалақтады, бірақ көп ұзамай ол Кимнің күресте өзін жоғалтып алғанын түсінді. Юнки оны тоқтату үшін алға ұмтылды, бірақ Ким босап шығып, таяқшаны жерден алып, барлық ескертулерді елемеді. Ол тікелей Дуанға қарай бет алған кезде оның жүзі суық болды. Ол артындағы ағаш қабырғаға таяқпен соққанда ғана Юнки ақыры дірілдеп күрсінді. Көпірдің астынан шыққан Ким Юнкиге бұрылып, оның темекі шегетінін сұрады. Юнки орта мектепте темекі шегуге тырысқанын мойындады, бірақ бұл оның тамағын ауыртады деп баяғыда тастап кетті. Ким бұл жанжалды есіне алып, темекіні қолданып көргісі келетінін мойындады. Кимнің қатты ашуланғанын көрген Юнки оның неге сонша ашуланғанын сұрады. Ким шектен шығып кете жаздағанын мойындады. Оның әрекеті өзі жек көретін бұзақылардың әрекетіне жақын болды. Юнки оған мұның бәрін бірінші кезекте бастаған адам екенін еске салды. Олар бір-біріне қарап тұрғанда Юнкидің телефоны шырылдап, шиеленісті сәтті бұзды. Хенте ауруханада оянды, ал Юнки бұл хабарды естігенде оған баруға асықты. Хентенің оны танығанын көрген Юнки қуаныштан көз жасын тия алмады. Ауруханадан шыққаннан кейін ол Хентені азаптап жатқан бұзақылар туралы ойлады. Соңғы екеуі ғана әлі де шешілуі керек еді. Кимнің үйіне қайтып келе жатып, жаңа ғана оралған Сотай Дабинге келесі күні Кимнің ағасының бөлмесін біреу тазалайтынын айтты. Мен бөлмені алаңдататын сияқты сезіндім. Ким мен Дабин Сотайдың шешіміне таң қалды. Бірақ отбасы басынан өткерген барлық нәрселерден кейін Кимге назар аударатын кез келді. Дабин Сотайдан Кимнің бетінде үнемі болатын жара туралы білетінін сұрады ма, әлде Сотай тек бағалауға мән берді ме деп сұрады. Ол Ким стрессті жеңілдету үшін күресіп жатыр ма деп сұрады. Оның үлкен ағасы бірнеше жыл бұрын жасағандай. Осы кезде Ким үйіне қайтты. Ол кірген бойда Сотай одан музыкалық ойнатқышын беруін өтінді. Дабин Кимге бөлмесіне бару үшін белгі берді, бірақ Сотай оны қайта шақырды. Ол Кимге музыкалық ойнатқыштың үлкен ағасына тиесілі екенін және ол үшін өте қымбат екенін еске салды. Сотай Кимнен ағасына ұқсауын өтінді. Ким ол үшін музыкалық ойнатқышты сақтау неге соншалықты маңызды деп ойлады. Содан кейін ол әкесінен ағасының оны неге сонша жақсы көретінін білетінін сұрады. Сотай ағасы құлаққапты кигенде әкесі жоқ жерге қашып кетуі мүмкін екенін түсіндірді. Кимнің ағасының өліміне олардың әкелері себепкер болған. Кимнің сөздері ата-анасын есеңгіретіп, олардың үнін өшірді. Ол оларға қарап тұрды да
Оның басынан өткенде ағасының оны тұншықтырып өлтіргені бейнеленген. Ағасы қайтыс болғанға дейін ол Кимді сансыз рет азаптаған. Сол түні Ким мен Юнки қаскөй Донмен күресу үшін далаға шықты. Олар әрекетке кіріспес бұрын Юнки Кимге өткен жолғыдай араласпауды ескертті. Ким қазірдің өзінде бұрынғыдан да қауіпті болып көрінді. Олар бөлмеге кіргенде Дон оларды одан да көп еркектердің қоршауында күтіп тұрды. Юнки қауіпті сезінді, бірақ Ким тартынбады. Көп ұзамай оларға қарсы төбелес басталды. Ким мен Юнкиді Дуанның бір тобы жеңіп, тұтқынға алды. Дуан бұл көріністі біреуге жазып беруді бұйырды да, олардан бетперделерін шеше бастады. Юнкидің жүзін көрген Дуан оны бірден танып, оның мүмкіндіктерінің шегін білмей, Хентеден кек алу ақымақтық екенін айтып, оны мазақ ете бастады. Дуан Кимнің маскасын шешкенде, оның кім екенін білмеді. Ким өзін сабырлы түрде орта мектептің супер қаһарманымын деп таныстырды. Бұл Дуан мен оның бандасын күлдірді. Ким олардың күлкісін пайдаланып, кері соққы берді. Ақыры топтың қолынан құтылып, Юнки екеуі терезеге қарай жүгірді. Юнки орындықты алып, оны сындырды. Олар бірге қашып кету үшін сыртқа шықты. Дон мен оның бандасы берілмеді. Олар бірден олардың артынан қуды. Кездейсоқ Сонг Джун жүк көлігін айдап бара жатып, Ким мен Юнкидің қашып бара жатқанын көрді. Ол тез арада көмекке бұрылып, Ким мен Юнкидің аман есен қашып кетуіне мүмкіндік берді. Оларға қауіп төнгеннен кейін Юнки өз жоспарын түсіндіруге тырысты, бірақ Ким бәрін түсінді. Ол Дуанның кек алу туралы айтқанын естіді және Юнкидің не істеп жатқанын жақсы білді. Содан кейін Ким Сонг Джуннан түнеуге бола ма деп сұрады. Олардың ешқайсысы үйге тыныштықпен орала алмады. Сондықтан олар түнді жаттығу залында өткізді. Сонг Джун Кимге бұдан былай төбелесуден аулақ болуға және Юнкидің артынан қиыншылыққа түспеуге кеңес берді. Ол Кимге құлаққап киіп, бұрынғыдай оқуға көңіл бөлуге кеңес берді. Сонг Джун жекпе-жектің қызығын сезінген бойда оның тәуелділікке айналуы мүмкін екенін ескертті. Бұл оның жекпе-жекті әдейі іздеуіне себеп болады. Егер Ким жекпе-жекті шынымен жақсы көретін болса, ол көшедегі төбелеске араласудың орнына бокспен айналысуы мүмкін. Ким мен Сонг Джун сөйлесіп тұрғанда Кимнің телефоны шырылдай берді. Бірақ ол әр жолы оған мән бермеді. Ақырында ол әкесіне бильярд клубының жанында досының үйінде түнейтіні туралы қысқаша хабарлама жіберді. Осы уақытта Дуанның бандасы Кисаға барып, оған қызыл капюшон киген екі фигураның бейнесін көрсетті. Кисаны өзін мектеп қаһарманы деп атайтын адам бірден қызықтырды. Ол олармен күресуге келісті, бірақ марапат жоғарырақ болған жағдайда ғана. Ақша Ханудың отбасы үшін проблема емес еді. Сондықтан мәміле тез арада жасалды. Келесі күні Кису Кимнің мектебіне барды. Ол жол сұрау үшін оқушыны ұстап алды, бірақ бала ештеңе білмеді. Бұл Кисаның ашуын келтіріп, оның ашуы күшейе түсті. Оның аумағында біреудің дөрекі әрекет етіп жатқанын байқап, ренжіп, баланы Киске қарай сүйреп апарды. Содан кейін Кису Сун Кунға Юнкиді өзіне әкелуді бұйырды. Сан Кин олардың бұйрық бергеніне таң қалды және ол қарсылық көрсете бастағанда, Кису оған бірден сабақ берді. Сан Киннің қарсылық көрсетуге тырысқанына қарамастан, ол Киске қарсы тұра алмады. Ақыры оның бір аяғы сынды. Сан Киннің достары үрейленіп, Юнкиге қоңырау шалуға кетті. Ким дереу араласып, Киске қарсы шыққысы келді, бірақ Юнки оны тоқтатты. Бұл Юнкидің жекпе-жегі еді. Ол оны өзі шешкісі келді. Оның алдында тұрған Кисаны көргенде, Юнки байқамай өткенді есіне алды. Бір күні Кису оны және Хентені басқа студенттерден ұрлауға мәжбүр етті. Сол кезде Юнки ақшасын бердім деп ақшасын берді, бірақ Хенте өтірік айтудан бас тартты. Бұл бұзақылардың ашуын туғызды, бірақ олар Юнкиді жіберді. Хенте Юнкиді қорғағысы келді және оған аман есен кетуін айтты. Юнкидің алысқа баруға уақыты болмады, өйткені өкініш оны шарпыды. Ол Хентеге көмектесу үшін бұрылды, бірақ бірнеше қадамнан кейін ол шуды естіді. Басын көтеріп қараса, Хентенің шатырдың шетіне қарай итеріп бара жатқанын көрді. Юнки мұны тоқтатқысы келді, бірақ ол қатып қалды. Ол тек Хентенің құлағанын көре алды. Қазіргі уақытқа оралғанда, Юнки бұдан былай ұстамауға шешім қабылдады. Ол тікелей Кисаға қарай жүгірді. Кису оған салқын менсінбей қарады да, бірнеше жылдам қимылмен Юнкиді ұшуға жіберді. Содан кейін Кису назарын Кимге аударып, Юнкиден кек алу үшін келген-келмегенін сұрады. Ким реніштер мен өткен қақтығыстарға мән бермеді. Ол тек бұзақыларға ренжіп, олармен күрескісі келді. Еш ойланбастан, Ким тікелей Кисаға қарай жүгірді. Бастапқыда Кису оны бағаламады және ол Кимнің шабуылының барлық өткірлігін тез сезінді. Бірақ Кису зейінін шоғырландырып, қатты күресе бастағанда, Ким қиын жағдайға тап болды. Төбелесте Кису тіпті Кимнің қолын сындырып алды. Ким еденде домалап, жарасын қысып қалды. Ал Кису оған қатты қысым көрсетіп, одақтастарын таңдауда абай болуды ескертті. Ол дұрыс емес дос таңдау Кимді мүгедек етіп қалдыру мүмкін екенін айтты. Кису әлі біткен жоқ. Ол гитарасын алып, Кимнің аяғын жоғары көтеріп, оны одан сайын ауыртқысы келген анық. Дәл осы сәтте Ганди пайда болды. Гандиді көрген Кису бірден тоқтады. Ол мұны істегісі келмесе де, ол артқа шегініп кетіп қалды. Бірақ Кимнің музыкалық ойнатқышын алып, Кимнің өзі келіп, оны алып кету керек деп әзілдегенге дейін емес. Ганда Юнкиге бір қарап, бұл жолы бәрі реттелгенін айтты. Ким еденде жатып, көзі бұлыңғыр болып,
санасы естеліктерге батып кетті. Ол колледж емтихандарына қызу дайындалып жатқан үлкен ағасы Сугямды есіне алғанда, сол күндердің қысымы мен күйзелісі оған тағы да әсер етті. Ким әрқашан әкесінің қатаң бақылауында болды. Сугям оқуын бітірген сайын Кимнің қасына барып, оны тұншықтырып өлтіретін. Ким Сугямның құлаққаптарын жұлып алмақ болғанда ғана Сугям кенет оянып кетті. Кимнің еденде дірілдеп тұрғанын көргенде, Сугям біртүрлі күлкі шығарып, оны ұра берді. Дабин бұл туралы білгенде Сугямды тоқтатпады. Оның орнына ол оны жұбатты. Сугям күйзеліске ұшыраған сайын ол оны Кимге шығарды. Сугям медициналық училищеге түсу емтиханын тапсырған кезде Ким сынақ аяқталды деп ойлады, бірақ олай болмады. Бір айдан кейін ғана Сугям үйіне оралып, оқуын тастағысы келетінін айтты. Кимнің әкесі ашуланып, оған ұрысып қалды. Сол түні Сугям Кимнің бөлмесіне қайта келді. Ким оның ашуын шығарады деп күтті, бірақ Сугям жай ғана сөйлесу үшін қасында отырды. Музыкалық ойнатқышын тастап, Сугям бөлмесіне оралып, терезеден секірді. Ким қалтырап, ұйқысынан оянды. Ол кезде ол ауруханаға жатқызылған болатын. Юни әлі де Ким баспалдақтан құлап кетті деп өтірік айтты, бірақ бұл жолы Сотай оған сенбеді. Кимді көрген Сотай бірден оған сұрақ қоя бастады және ұлын ренжіткен адамды жазалаймын деп уәде берді. Ким әкесіне қарап, бұл Хан Су екенін айтты. Ол әкесінің Хан Суға не істейтінін көргісі келді. Бұл есімді естіген Сотай үнсіз қалды. Келесі күні ол Киммен некесін бұзу туралы арыз жазу үшін мектепке барды. Ким ауруханадан шыққаннан кейін Сотай оны бірден шетелге, Америкаға оқуға жіберуді жоспарлады. Мектептен кейін Юнки Хентиге қонаққа барды. Хенти епті болды, бірақ әлі де өз бетімен жүре алмады. Юнки қобалжып, Хентенің кеткені үшін оған ашуланғанын сұрады. Хенте басын шайқады. Ол Юнкидің өзін кінәлі сезінеді деп күтпеген. Шынымды айтсам, Кису мен басқа да бұзақылар Юнкидің қайтып келетініне бәс тіккен. Оның қайтып келгенін көргенде, Кису Юнкиге қамқорлық жасап, Хентені жалғыз қалдыруды шешті. Хенте оларды Юнкиді қорғау үшін әдейі арандатты және ол бәрін түсіндіргеннен кейін, Юнки оның кінәсі еріп бара жатқанын сезді. Сол түні Ким әлі де галлюцинацияға ұшырады. Ол Сугюмның өзіне жақындап келе жатқанын көрді. Сугюм бұрылып кетіп бара жатқанда, Ким орнынан тұрып, оның соңынан ерді. Осы кезде Дабин оянып, Кимнің жоғалып кеткенін көрді. Ол үйді тінтті. Шатырға жеткенде оның уайымы күшейе түсті. Сол жерде ол Кимнің қоршауда отырғанын көрді. Оны қорқыныш билеп алды. Сугямның қайтыс болғанын есіне алып, ол Кимнен Сугямды немесе өзін қорғай алмағаны үшін кешірім сұрап, төменге түсуін өтінді. Дабин оның екі баласының да қатты күйзеліске ұшырағанын білді және ол Сотайдың мойындауға деген ұмтылысынан туындаған тынымсыз қысымы оларды кез келген бала көтере алмайтын нәрсеге төзуге мәжбүр еткенін түсінді. Дабиннің алаңдаушылығы ол сөйлеген сайын күшейе түсті. Ол енді өзін ұстай алмайынша, ол кеудесінен ұстап, жерге құлап, тыныс алу үшін барын салды. Осы кезде оған көмектесу үшін біреудің қолы созылды. Кимнің қауіпті жерден кетіп бара жатқанын көрген Дабин оны қатты құшақтады. Олар бірге Сотай оларды күтіп тұрған аурухана бөлмесіне оралды. Ол Кимнің Америкаға жіберілетінін хабарлады. Ким кеткісі келмеді, бірақ Сотай тыңдаудан бас тартты. Дабин тез арада Сотайды шетке тартып, ұлын бұдан былай өзі қорғауға бел буды. Келесі күні Гандай мектепке бара жатқанда, бір топ бұзақылар оның жолын бөгеп тастады. Бұл кек алғысы келген Кису халқы еді. Гандай олармен тез арада күресуге тырысты, бірақ одан да күшті топ пайда болды. Ұрыс кезінде олардың бірі Гандайға бұқтырмадан шабуыл жасап, оның басын айналдырды. Екіншісі оны ұстап алып, бар күшімен жерге лақтырып, иығын шығарып жіберді. Қаскүнемдер жақындаған кезде Гандай қашып құтылудың жолын іздеді. Ол әрең қозғалды. Кису пайда болып, оны тепкілеп шетке лақтырып жіберді де, оны қайтадан жерге құлатуға мәжбүр етті. Осы кезде Кису үшін нағыз сынақ басталды. Ол Гандаймен жеке кездескісі келді. Гандайдың иығына әлі де зақым келгенін білген Кису оны нысанаға алып, бірнеше рет соққы берді. Гандай шегінуден бас тартты. Ол Кисудың тобығы әлі толық жазылмағанын байқады. Сондықтан оны тез арада бірнеше рет тепті. Осы сәтті пайдаланып, Гандай бірнеше рет қатты соққылар жасап, Кисаның қан кетуіне себеп болды. Ашуланған Кису тағы да алға ұмтылды, бірақ Гандай оның мойнынан ұстап алды. Кису бас тартты деп ойлап, Гандай қолын босатты, бірақ бұл тұзақ болды. Кису бірден қарсылық көрсете бастады. Гандайды жерге құлатып, Гандай әрең қозғалғанша оны соққылармен жаудырды. Кису Гандайға бұдан былай басқа біреудің ісіне араласпауды ескертті. Ол өз адамдарына істі аяқтауды бұйырды. Содан кейін Алияны артта қалдырып, кетіп қалды. Не болғанын естіген Юнки Гандайға бару үшін ауруханаға жүгірді. Ол кезде Гандай таңғыштарға оранып, сауығып жатқан болатын. Киім босатылғаннан кейін Дабин өзіне және ұлына пәтер жалдады. Дабин жұмысқа қайта оралуға дайындалып жатқанда, Ким емделу үшін сол жерде қалды. Оның жарақаттары толық жазылып болғаннан кейін, олар мектеп пен болашақ туралы сөйлесуді жоспарлады. Осы сәттен бастап Дабин Кимнің көбірек демалғанын және күлуге тырысқанын қалады. Ол оның қалағанының бәрін қолдады. Сол түні Юнки Кимнің музыкалық ойнатқышын алу үшін Кисаға келді. Кису кенеттен толқып кетті. Ол Юнкиді автотұраққа апарып,
оған бастауды бұйырды. Юнки онша күшті болмаса да, ол Киске бірнеше рет соққы бере алды. Біраз уақыттан кейін Кису кенеттен оған деген қызығушылығын жоғалтып, Юнкиге музыкалық ойнатқышты алып, тез кетіп қалуды бұйырды. Осы кезде Ким атасымен бетпе-бет келді. Оның атасы полиция мен психиатрды Дабиннің пәтеріне апарып, оның психикалық проблемалары бар екенін және отбасына қарсы шығып жатқанын айтты. Ким анасының жағдайы жақсы екенін түсіндіргісі келді, бірақ атасы оны тыңдамады. Дабин оған тікелей қарсы тұра алмайтынын түсінді. Ол Сеоның адвокатына телефон соғып, дәрігермен бірге кетуге келісті. Кетер алдында ол Кимге қайтып ораламын деп уәде беріп, оған қатты қарады. Ким анасының оны алып кеткенін ғана бақылай алатын. Осыдан кейін атасы оны үйіне апарып, Америкадағы жақсы мектепке жіберілетінін айтты. Осы уақытқа дейін Ким үйде қалып, өзін ұстауы керек еді. Осы кезде Кимнің телефоны шырылдады. Бұл Юнки қоңырау шалды. Содан кейін Ким қызыл шамды пайдаланып, көліктің есігін ашып, қашып кетті. Сондықтан Теоны қуып жетуге тырысты, бірақ оған ілесе алмады және тек Кимнің жоғалып бара жатқанын бақылай алды. Ким Юнки кездесуді жоспарлаған жерге келді. Юнки музыкалық ойнатқышты Кимге қайтарып берді және оны қиындыққа душар еткені үшін кешірім сұрады. Ол Кимге кішкене жөндеу жұмыстарын жүргізгенін айтты. Сондықтан музыкалық ойнатқыш қайтадан жұмыс істей бастады. Екеуі де Кимнің жақын арада Америкаға кететінін білді және бұл олардың соңғы кездесуі болуы мүмкін. Қоштасқаннан кейін Ким құлаққапты киіп, ағасы Сугиді еске алып, музыка тыңдай бастады. Келесі күні таңертең Ким Кису мектебіне барып, қақпаның алдында күтті. Кимді көргенде Кису таң қалғаны анық. Ол Кимге оның соңынан еруді бұйырды, бірақ Ким бас тартты. Ол дәл осы жерде бәрін реттегісі келді. Кису Кимнің қолының әлі де гипсте екенін байқады және оған төмен қарап тұра алмады. Төбелес бірден басталып, Кисудың басы тез айнала бастады. Төбелес кезінде олар тіпті үлкен жолға жүгіріп шықты. Біраз уақыттан кейін Кису шаршады, ал Ким қарсы тұру мүмкіндігін пайдаланды. Кимнің бір соққысы Кисуды ашуландырды. Кису оны ұстап алып, жақын маңдағы көлікке лақтырып жіберді. Кимнің денесі әйнекке соғылып, оны сындырып тастады, ал адамдар тез бөлініп кетті. Кису күліп, Кимге төбелесу стрессті жеңілдетудің ең жақсы жолы екенін айтты. Ким Киске жақындап, оған ұнаймы деп сұрады. Кису күліп, олардың төбелескенді ұнататын себебі олардың бәрі түкке тұрғысыз екенін айтты. Оның сөздері Кимге әкесін еске түсірді, ал ол суық күлді. Ол ешқашан Кису сияқты болмаймын деп ойлап, өзін жоғары ұстауға тырысты. Екеуі қатты соққылармен алмасып, қайтадан соқтығысып қалды. Ким гипске байланған қолымен Кисудың басынан ұрды. Қан бірден ағып кетті. Ол қолындағы гипстің қалдықтарын жұлып алып, соңғы соққысын жасады. Кису жерге құлап түсті. Кису Кимнің музыкалық ойнатқышына бір қарап, олардың екеуі де көлік сияқты сынған және жөндеуге келмейтін деп ойлады. Ким оны елемей тыңдаудан бас тартып, қағуды жалғастырды. Кимнің аяусыз шабуылын бақылап отырғанда, Кису бұл жігіттің де отбасы тарапынан зомбылық көргенін түсінді. Ол өзін аяды, бірақ Ким ашуланып, оған үндеме деп айқайлады. Кенет Кимнің санасы галлюцинацияға толы болды. Кису оның ағасы Сугиан болды. Содан кейін Сотайға, ең соңында Кимнің өзіне айналды. Ким иллюзияларды жоюға тырысып, қатты соққы берді. Ол өзін өзі басқара алмағандай көрінген сәтте Ким кенеттен тоқтады. Кису шошып кетті. Ол Кимнің осылай жалғастыруын күтті. Ким салқын күлді де, құлаққапты киіп, Кисудан алыстап кетті. Ол бір жола кетейін деп жатқанда, Юнки мен Сотай пайда болды. Олар Кимді тоқтауға көндірді. Кисудың үрейі күшейе түсті. Ол Кимді бұрын, соңды бұлай көрмеген. Кенет Ким тоқтап, аспанға қарады. Оның арманы оған қайта оралды. Ол көк аспанды қаншалықты жақсы көретінін және бұл оның алғашқы шынайы ұшуы болатынын есіне алды. Ол әкесіне қарады. Барлығын таң қалдырғаны, Ким басқа жаққа бұрылмас бұрын Кисаның кеудесіне қатты ұрды. Біраз уақыттан кейін Кимнің анасы оған жаңа мектеп, Ганди оқыған арнайы мектеп тауып берді. Ол кетіп бара жатқан күні Дабин Кимді қатты құшақтап, өзіне қамқорлық жасауды бұйырды. Ол оның қайтып келуін күтуге уәде берді. Ким автобусқа отыра салысымен қасында отырған Юнкиді көрді. Юнки де басқа мектепке ауысуды ұйымдастырды. Автобус мектеп қақпасына жеткенде, сынып жетекшісі барлығынан шығуды өтінді. Кейбір оқушылар әлі жартылай ұйықтап жатқан, сондықтан мұғалім оларды ояту үшін күш қолданудан тартынбаған. Ким мен Юнки алда тұрған мектепке қарады. Мұнда оқушылар ауысу мүмкіндігін алу үшін үздік 10-ға енуі керек еді. Екеуі де алда қиын сынақтар мен қызықты шайқастар күтіп тұрғанын білді.